Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және оқушылар. Сіздер қашықтықтан оқыту кезінде бірнеше сағаттар бойы компьютер алдында отырып шаршауларыңыз мүмкін. Осы шаршағандықтарыңызды басу мақсатында келесідей қимыл қозғалыс жаттығулар комплексін ұсынамын. Бірінші жаттығу мойнымызға арналады. Бастапқы тұрыс. Аяқ иық алшақтығында, қолымыз екі жанымызда. Басымызды оң жаққа және сол жаққа кезекпен ақырын айналдырамыз. Келесі жаттығу қолымызға арналады. Бұл жаттығуда саусақтарымызды ашып жұмып, екі қолымызды бірдей алға, жоғары, жанымызға және төмен созамыз. Келесі саусақтарымызды айқастырып, білезік тұстан алға және артқа айналдырамыз. Келесі жаттығу қолдарымызды шынтақ буыннан алға және артқа айналдырамыз. Бесінші жаттығу қолдарымызды екі жанымызға созып, алға және артқа ақырын айналдырамыз. Алтыншы жаттығу белімізге арналады. Бастапқы тұрыс. Аяқ иық алшақтығында, екі қолымыз белде. Оң жаққа және сол жаққа ақырын қарқынмен белімізді айналдырамыз. Жетінші жаттығу. Жарты адым артқа басып, екі қолымызды жоғары көтереміз және серіппелі қимылмен созыламыз. Сегізінші жаттығу. Аяғымызды алшақ қойып, еңкейіп, оң аяққа және сол аяққа қарай созыламыз. Тоғызыншы. Екі қолымызды жоғары көтереміз, еңкейіп төмен және алдыға созып отырамыз. Осы жаттығуды 4 рет қайталаймыз. 10-шы жаттығу аяқтарымызға арналады. Бұл жаттығуда аяқтарымызбен кезекпен алға толық адым жасап, серіппелі қимылмен отырамыз. 1, 2, 3, 4. Келесі аяқ. 1, 2, 3, 4. Соңғы жаттығу. Бастапқы тұрыс. Аяқ иық алшақтығында арқамызды тік ұстап отырып тұрамыз. Жаттығу соңында демді қалыпқа келтіреміз. Екі қолымызды жоғары көтеріп, терең тыныс аламыз. Және қолымызды түсіргенде демді шығарамыз. Осымен жаттығуымыз аяқталды. Дендеріңіз сау болсын.